Бесінші бөлім. Алғашқы мұсылмандар және олардың басынан кешкендері. Әзірет Әлидің мұсылман болуы. Әзірет Хадишаның шәк келтірместен иман айтып, мұсылмандықты қабылдауы Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам үлкен қуанышқа кенелтті. Жігерін жаныды. Жер жүзінде өзін мойындаған, иманға ұйыған біреудің болуы неткен бақыт. Пайғамбарымыздың исламға шақырған екінші адамы тағы ет жақындарынан жас бала Әли болды. Ол 4-5 жасар бала шағынан бастап Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам тәрбиесінде болған. Өзі құралпы балалардан адамгершілік, ақылдылық, тәрбиелік жөнінен оқ бойы озық тұруы соның көрінісі іспетті. Кішкентай Әли бір күні Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мен Хадишаның намаз оқып жатқанын көріп қалады. Намаз аяқталғанша аңтарылып қарап тұрады да, бітірген соң, бұл жасағандарыңыз не деп сұрайды. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Уа Әли, бұл Алланың өзі қалаған дінінің талабы. Мен сені де бір Аллаға иман келтіруге шақырамын. Адамға пайдасы да, зияны да жоқ бұттарға, Лат пен Узаға табынуды бүгіннен бастап доғар дегім келеді». Әли көзін төмен салып ойланып қалды. Аз кідірістен соң: «Менің өмірімде естімеген нәрселерімді айттың. Әкем Әбу Тәліппен ақылдасып көрейін», деді. Алайда пайғамбарымызға әлі дініне ашықтан ашық шақыруға рұқсат берілмеген еді. Сол себепті Әлиге: «Ей Әли, менің айтқандарымды қабылдағың келсе, ешкімге тіс жармастан қабылда. Ал егер жасағың келмесе, онда ерік өзіңде. Тек көрген білгеніңді ешкімге айтушы болма», деп ескертті. Әли пайғамбардың ескертуінен соң сырды сақтайтындығын айтып уәде берді. Бірақ сол түні ойға беріліп дөңбекшумен болды. Таң арайлап атқан шақта Әзірет Әлидің көңілінде шуақты ой орнықты. Бала көңілі батыл шешімге келген еді. Таң сәріден Алла Расулына барып түйінді ойын жеткізді. «Алла мені жарататын кезде Әбу Тәліптен рұқсат сұраған жоқ қой. Менде енді құдіреті күшті жаратушыма ғибадат ету жайында әкеммен ақылдаспасам ерсілік бола қоймас», деп тоқтамын білдіріп мұсылман болды. Ең алғашқы бала мұсылман атанған Әли сол кезде небәрі 10 жаста. Мұхаммедте саллаллаху алейхи уассалам үйренгеніңді ешкімге айтпа деп Әлиге ескерткенде, жаңа істе дін таратуда сақ болудың үлгісін көрсеткенді. Алланың ақ жолын уағыздауда қоғамдық, әлеуметтік шарттарды ескере отырып, ақырын жүріп, анық басу біздің заманымызға да керек өлшем. Иман шәрбәтімен сусындау бақыты Хадиша мен Әлиден соң бір кездері сүйікті пайғамбарымыз асырап алған Зәйд ибн Харисаға бұйырды. Мұсылмандыққа мойынсынғаннан кейін Әзірет Әли мен Әзірет Зәйдтің Расулуллаға деген сүйіспеншіліктері бұрынғыдан да арта түсіп, пайғамбарды бір тұтты. Иманнан нәр алған 2 жас ғибадаттарында Әзірет Мұхаммедпен бірге орындайтын. Үшеуі бірге қасиетті Қағбаға барып намаз оқитын. Пайғамбарымыз ислам дінін көпшілікке ашық жарияламаса да, мүшриктер саусақпен санарлық мұсылманның Қағбада намаз қылғандарын жаратпаған, өзгеше ғибадат жасағандарға тыжырына қарап ұнатпаған. Мұны байқаған Әзірет Мұхаммед көбінесе Әзірет Әлимен бірге намаз ғибадаттарын қырда, тау мен тастың қалқасында, көпшілік көзінен таса жерлерде жасаған. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қасынан бір елі айырылмаған соң Әлидің әке-шешесінің көңіліне күдік ұялады. Әсіресе анасы Фатима қатты қауіптеніп, күйеуіне: «Ұлың Мұхаммедпен күндіз-түні бірге бірдеңеге ұрынып қалып жүрмесін», деп қараспанды төндірді. Әбу Тәліп саспай салқындылығына салып, жағдайды пайғамбарымыздың
өзінен естігенді жөн көрді. Осы мақсатпен Әзірет Мұхаммед пен ұлының ізіне түсті. Олардың жазық далада екеуден екеу намаз қылып тұрғандарын көрді. Әбутәліп келген бетте екі дүниенің сұлтаны Әзірет Мұхаммедке қарап: «Ей, бауырымнан қалған жалғыз тұяқ, сені асылдың сынығына балаймын. Бірақ мен түсінбейтін бір нәрсе бар. Осы сенің уағыздап жүргенің недін?» деп сұрады. Пайғамбарлар падишасының жауабы: «Көке, мына дүниедегі жанымдай жақсы көретін жандардың бірі өзіңсің. Бұл дін Алланың діні, періштелердің, пайғамбарлардың және арғы атамыз Ибрахимнің діні. Құдіреті күшті Алла осы ақиқатты тарату үшін маған жауапты міндет жүктеді. Тура жолға шақыратындарымның және менің үндеуіме алғашқы боп үн қосатындардың қатарында сіз де барсыз. Сіз бұған ең лайықты адамсыз. Пұттарға табынғанды қойыңыз, бір Аллаға иман келтіріңіз». Әбутәліп біраз ойланып тұрды да: «Мен ескі дінімнен айырыла алмаймын, бірақ саған кедергі де болмаймын. Сен өз білгеніңді ұстан. Мен аман тұрғанда ешкім сенің жолыңда көлденең тұра алмайды. Уәдем уәде», деді. Сонан соң Әлиге бұрылып: «Ұлым-ау, сенің ұстанған дінің не?» деп сұрады. Әзірет Әли: «Әке, мен Аллаға және оның елшісіне иман еттім. Алланың нәбиінің жаратушыдан алған хабарларына сеніп мойынсұндым. Расулға ұйып намаз оқыдым», деп жауап берді. Ұлының жауабын ден қойып тыңдаған Әбутәліп: «Ей ұлым, үміт еткен көзімнің нұры сенсің. Мұхаммед саған бөтен емес. Туысқан болып бір-біріңді жаттай сыйламасаңдар, өзгелерден жақсы қарым-қатынас күтпей-ақ қойыңдар. Ағаңның айтқанын мақұлдап, оның дініне өз еркіңмен кіргенің жөн-ақ. Ол сені тек жақсылыққа шақыратынына сенемін. Мойынсұнған екенсің, айтқандарын екі етпе. Мен сендердің сырттай төлелестерің болуға жарасам болды емес пе?» деп Әзірет Мұхаммедті де Әзірет Әлиді де қуантып тастады. Сосын келген ізімен кері қайтты. Үйде Фатима күйеуін дегбірсіздене тосып отырған. Әбутәліп табалдырықтан кірер-кірмес бас салды. «Қайда ұлың? Неге ертіп келмедің? Қызметшімнің айтқаны рас болса, біздің Әли Әзірет Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалам бірге жият алқабында өзгеше құлшылық қылып жүр дейді. Не деген сұмдық, елдің бетіне қалай қараймыз?» Әбутәліп мұнан ары сөйлеуге шамасын келтірмеді. Көкесінің баласына бас көз болып көмектесу Мұхаммедтің міндеті. Бауырына қолдау көрсеткеннің не сайып? Егер Әбділмүтәліптің дінін тастау үшін нәпсімді жеңе алсам, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жолын бірінші болып мен қабылдар едім. Өйткені ол әмин, халим әрі тахир. Расулулла әлі де ашық үндеуге кіріспегенді. Дегенмен ұзын құлақ тыныш жатсын ба, азды-көпті болған жайды естіп үлгерген. Әбу Бәкірдің Иемен сапарынан жаңа келген беті болатын. Әбу Жахил бастап, Уқба ибн Әбу Муайт қостап, Құрайыштың құзырлы қариялары оған сәлем бермекке келеді. Амандық, саулықтан соң Әзірет Әбу Бәкір: «Мен жоқта нендей оқиғалар болды? Ел аман, жұрт тыныш па? Айта отырыңдар», деді. Ақсақалдар: «Ей, Әбу Бәкір, ел ішінде бөлік шықты. Мұндай сұмдықты кім естіген? Бұрын-соңды», деп орағытып әкеп, әлгі Әбутәліп ақсақалдың қолында өскен жетімек Мұхаммед деген бар емес пе? Сол өзін пайғамбармын деп жариялаған көрінеді.
біз ұзын құлақтан естіп, жағамызды ұстап, не де болса сенің келуіңді тосайық дедік. Әйтпесе шыдас берерлік оқиға ма осы? Досыңа өзің барып, мән-жайды анықтап, ақылға шақырмасаң болмас, деп жамыраса шуласты. Әзірет Әбубәкір айтылғандарды мұқият тыңдап алған соң, кезек күттірместен Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үйін бетке алды. Уа достым, пайғамбармын дегенің қауымыңнан бөлініп, ата-бабаңның дініне қарсы шыққаның рас па? Деп сұрады келген бойда. Ардақты пайғамбарымыз қолын тайдай тебісіп, кішкентайынан бірге өскен досы Әбубәкірдің айтқандарын күлімсірей отырып тыңдады да: «Әй, Әбубәкір, жаңсақ емес, естігендеріңнің бәрі де дәл солай. Мен саған және жалпы адамзатқа жіберілген Алланың елшісімін. Халқымды бір Аллаға сенуге шақырамын. Сен де куәлік айт, иманға кел», деді. Әзірет Әбубәкірдің көңілі алабұртып, санасын сан сұраулар шырмап, аласапыран күйге енді. Бұл сөздерді бала күнінен асыр салып бірге өскен, жанындай сүйетін, өмір жалғанда ойнапта болса шындыққа қайшы сөз айтпаған Мұхаммед Әминнің өз аузынан естіген ол, сол мезетте күмән келтірместен: «Ашхаду ан ла илаха иллаллах уа ашхаду анна Мұхаммадун Расуллах» деп калимаға тілін келтіріп мұсылман болды. Әзірет Әбубәкірдің ислам ақиқаттарына шақырғанда титтей де наразылық көрсетпеуін Расулла ылғи да былайша еске алған: «Әбубәкірден басқалардың бәрі иманға кел дегенімде сәл де болса күмән келтіріп, кібіртіктеп қалған еді. Ал ол болса еш ойланбастан менің сөзімді қабыл етті». Ардақты досының мүминдер қатарынан орын алуы Әзірет Мұхаммедке қанат бітіргендей. Әзірет Айша анамыздың бұл жайт турасында былай дегені бар: «Алланың нәбиін Әзірет Әбубәкірдің мұсылман болуынан артық шаттандырған оқиғаға куә болған емеспін. Исламға мойынсұнған Әзірет Әбубәкірдің бұған дейін көрген, әрдайым есінен шықпай жүрген бір түсі де өңіне айналды. Ол түсінде толықсыған бір айдың Меккеге барынша нұрын төккенін, сосын жайлап бірнеше бөлікке бөлініп үйді-үйге таралғанын, ең соңында қайта жиналып көз шағыстыратындай сәуленің өз үйіне енгенін көргенді. Бұл түсін сол кездегі Тәурат, Інжілден мол хабары бар оқымыстыларға жортқанда бәрі бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай көптен күтілген соңғы пайғамбардың Меккеден шығатынын,